Сәлеметсіздер ме, 4-ші сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Smiles оқулығының Activity Book'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни Activity Book бізде жаңадан бөлім басталады. Module 7 Journey into Space. Яғни бізде бұл бөлімде ғаламшарлар жайында тапсырмалар орындайтын боламыз. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп кетейік. Ендеше тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма exercise 1 look, read and complete. Қара, оқы және бос орындарды толықтыр дейді. Бұл жерде орындарды толтырамыз, яғни бірінші текст оқимыз. The astronaut has got a pink. Яғни астронавттың күлгін түсті несі бар, яғни күлгін түсті киімі, space suit. Яғни space suit. And he is in his spaceship. Яғни астронавттың күлгін түсті киімі және оның ғарышқа ұшатын, яғни мынандай көлігі бар дейді. Келесі екінші, how many planets are there in our solar system? Біздің дүние жүзінде қанша планета бар дейді, яғни planets деген сөзді қоямыз мына жерге. Үшінші, I can see the comet through my space station. Мен өзімнің телескопым арқылы комета көріп тұрмын дейді. Төртінші, the rocket will join with the telescope. Мына жерде қате кетіпті, space station емес, telescope болады. Telescope болады. Мына жерде төртіншіде біз the rocket, яғни ракета. Төртіншісінде rocket сөзін қоямыз. Will join with the space station. Келесі екінші тапсырма look and read, put or a tick or a cross. Яғни қара, оқы және дұрыс емес белгіле дейді. Бұл жерде бірінші this is a planet. Бұл планета дейді, яғни бұл дұрыс, өзі дұрыс белгісі берілген. Мен сендерге түсінікті болу үшін мына жерде қазақшалап жазып қойдым. Дұрыс емес деген жерге x қоямыз, дұрыс деген жерге дұрыс белгісін птичка қоямыз. Екінші, this is an astronaut. Бұл астронавт дейді, яғни ұшқыш дейді. Яғни бұл ұшқыш емес, бізде дұрыс емес болады. X белгісін қоямыз. Бұл бізде өзге ғаламшарлық. Үшінші, this is a space station. Не бұл space station дегеніміз, яғни мынандай құрылғы. Төртінші, this is a rocket. Бұл ракета дейді, яғни төртінші дұрыс емес. Бұл ракета емес, бізде бір не десек болады, ұшқыш, әйтеуір ұшқыштар отыратын орын. Келесі this is a space suit. Бұл ұшқыштардың киімі дейді, яғни бұл дұрыс. Алтыншы, this is a comet. Бұл комета дейді, яғни бұл дұрыс. Осылай орындаймыз. Келесі бізде 71-ші бет. Үшінші жаттығу exercise 3 read and circle дейді. You need this when you walk on the beach дейді. Яғни үшінші жаттығудың жауаптары мына жерде тұр. Осы жауапты жазып аламыз. Келесі төртінші тапсырма look, read and write дейді. Яғни мына бос орындарға біз толықтырып жазуымыз керек. Яғни төртінші жаттығудың жауабы бізде мына жерде тұр. Осы сөздерді бос орындарға толықтырып шығамыз. Бұл жерде аударылып қателесіп кеткен. Келесі 5-ші тапсырма complete the match дейді. Яғни мына жерде екінші бағанағы сөздерді мына жаққа бос орындарға қоюымыз керек. Бұл жердің жауаптары бізде 5-ші жаттығудың жауаптары міне тұр. Осы жауаптарды сәйкестендіріп жазып аламыз. Келесі бізде 72-ші бет. 6-ші жаттығу exercise 6 who says these sentences read and write дейді. Мына сөздерді, сөйлемдерді кім айтты, соны жаз дейді. Яғни біз алдында People's Book'та біз мәтін оқыған боламыз. Daisy және анасы, оның әкесі, сіңлісі
арасындағы әңгіме. Сол әңгімені еске түсіріп, біз мына жерде орындауымыз керек. Яғни, бірінші, I'm going to swim all day. Мен күні бойы жүзетін болдым дейді. Яғни, оны Daisy айтты. Екінші, I'm going to play on the beach all day. Мен күні бойы теңіз жағасында ойнайтын болдым деп бізде Daisy'дің сіңлісі айтты. Daisy's sister дейміз. Үшінші, we are ready for our holiday. Біз өзіміздің демалысымызға дайынбыз деп айтты. Оның әкесі, Daisy's dad. We forgot to bring Bella. Біз Белланы алуды ұмыттық дейді. Яғни Daisy'дің анасы айтты. Daisy's mom деп жазамыз. Келесі. Бұл жерде астында бір тапсырма берілген. Read the story again and answer the questions. Оқиғаны қайтадан оқы дейді. Яғни Student Pupils Book'тан. Содан соң мына жақтарға жауап бер дейді. Бірінші берілген өзі. Екінші, what is Daisy's dad going to every day? Daisy'дің әкесі күнделікті не істейді деді. He's going to go fishing. Оның әкесі балық аулауға барады екен. Үшінші, what must Daisy's sister take with her? Daisy'дің сіңлісі өзімен бірге не алуға міндетті дейді. Her sunscreen, яғни анасы айтты оған. Сен өзіңнің күннен қорғайтын креміңді ұмытпа деді. Төртінші, what mustn't Daisy's dad forget? Daisy'дің әкесі не ұмытпау керек деді. Яғни ол картаны ұмытпау керек. His map дейміз. Бесінші, who did they forgot to bring? Олар кімді алуды ұмытты дейді. Яғни олар нені алуды ұмытты дейді. Яғни олар кімді? Яғни олар иттері, Bella деген иттерін алуды ұмытты. Bella their dog дейміз. Алтыншы, is Bella home alone? Bella үйде жалғыз ба дейді. Жоқ дейміз. Now she isn't. Яғни ол көршісімен бірге қалды. Келесі 72 бет 7-ші аттығу. Listen and complete, write sh or ch. Яғни біз Pupils Book'та ш және ч дыбысы жайында өткен болатынбыз. Сол мына жерде біз ш немесе ч дыбыстарын қойып жазуымыз керек. Бірінші бізде sheriff болады. Екінші toothbrush, яғни ш дыбысын қоямыз. Мен мына жерде белгілеп кетейін сендерге ыңғайлы болу үшін. Үшінші sheep сөзі болады. Төртінші check, яғни ч дыбысын қоямыз бұл жерде. Бесінші cash, яғни ш дыбысын қоямыз. Алтыншы teacher, яғни ч дыбысын қоямыз. Бізде s, h әріптері ш дыбысын береді, ал ch әріптері бізде ч дыбысын береді. Келесі 8-ші wash, яғни ш дыбысы. Келесі 9-ші shop, бұл жерде де ш дыбысы. Онда dishes, яғни ш дыбысы. Осы қызылмен берілген сөздердің, әріптердің астын сызып қойсақ болады. Келесі 8-ші аттығу complete sentences, сөйлемді сурет бойынша толықтыр дейді. Бұл жерде бірінші суретте шерифтің суреті берілген, сондықтан шериф деп жазамыз. The sheriff is very rich дейді. Екінші, I left the check at the shop. He paid a lot of cash to buy his new ship. Төртінші, he paid a lot of төртінші, my mom, can I wash the dishes? Яғни осы сөздерді 8-ші тапсырмаға қойып жазып шығамыз. Осымен бүгінгі бізде талдау аяқталды. Каналда және де бізде Pupils Book'тың жауаптары шықты, және де қазақ тілі пәнінен 2-ші бөлімнің 4-ші тоқсанға арналған тапсырмаларының жауаптары шықты. Кіріп қарасаңдар болады.